Қайырлы кеш, құрметті көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда мен Айол Алтынбекова. Бейсенбіге келіп түскен ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Үздік кәсіпкерлік нысан және үздік туристік кәдесый байқауларының қорытындысы шығарылды. Сәтпаев қаласы прокуратурасының ұйымдастыруымен жеке бизнес өкілдерімен кездесу өтті. Сәтпаев қаласындағы оқу орындарында ашық диктант өткізілді. Сәтпаев қаласының мұражайында «Тарих біздің асыл қазынамыз» атты көрме ұйымдастырылды. Садық Асатовтың 90 жылдық мерейтойы аясында шахматтан турнир өтті. Біздің түсірілім топ Сәтпаев қаласының 50 жылдығы аясында ұйымдастырылған тағы бір шараның куәсі болды. Кеше үздік кәсіпкерлік нысан және үздік туристік кәдесый байқауларының қорытындысы шығарылып, жеңімпаздар марапатталды. Сәтпаев қаласының 50 жылдығына орай қала әкімдігі үздік кәсіпкерлік нысан және үздік туристік кәдесый конкурстарын ұйымдастырған болатын. Кеше қалалық әкімдіктің мәжіліс залында осы байқаудың жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Қаланы абаттандыруға және туризмді дамытуға қатысқан үшін қала әкімінің орынбасары Айгүл Төлендина байқау қатысушыларына алғысын білдірді. Байқауға белсенділік танытқандар көшпелі өркениеттер қолөнерінің ұлттық стилінде 4 номинация бойынша мұражай мәдениеті, туристік мәдениет, этнографиялық мәдениеті, қала мәдениеті номинациялармен марапатталды. Туристік кәдесый байқауына қатысып, көшпелі өркениет қолөнерін ұлттық нақышта өрнектеген үшін туристік кәдесый номинациясымен Шолпан Серікқызы Жангаскинова марапатталды. Айта кетейік, жеңімпаздар өз өнімдерін қаланың 50 жылдығы қарсаңында өтетін көрмеде ұсынатын болады. Сондай-ақ іс-шара барысында Сәтпаев қаласының үздік кәсіпкерлік нысаны да анықталды. Қала келбетін көркейтуге үлес қосқан ең үздік кәсіпкерлік нысан деп Абай жолы кофеханасы танылды. Құрметті жерлестер, бүгінгі қаламыздың 50 жылдық мереке қарсаңында өткізілген үздік кәсіпкер нысан атты байқауына қатысып әкімшілік атынан марапатқа ие болдым. Сәтпаев қаласының әкімшілігі және Аманат партиясының алғысымыз шексіз. Сәтпаев қаласының 50 жылдық мерейтойы құтты бола берсін. Конкурстың барлық жеңімпаздары дипломдар мен ақшалай сыйлықтарға ие болды. Алтынгүл Төлегенова, Гүлназ Амангелдіқызы, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Ағымдағы жылдың сәуір айында президент прокуратураға елдегі әрбір инвестициялық жобаға қызметкерлерді бекітуді тапсырған болатын. Осы жобаны қолдау мақсатында Сәтпаев қаласының прокуроры Еркен Баймағамбетовтің төрағалығымен жеке кәсіпкерлермен кездесу өтті. Келешекте маңызды инвестициялық жобаларды прокуратура сүйемелдейтін болады. Үкіметтің кеңейтілген кеңесінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осындай тапсырма берген болатын. Аталмыш тапсырманы жүзеге асыру мақсатында Сәтпаев қаласының прокуратура ғимаратында кездесу ұйымдастырылды. Жиынға Сәтпаев қаласы әкімінің орынбасары Алмат Саухимов, қала прокуроры Еркен Баймағамбетов, Ұлытау облысы прокуратурасының, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының, Сәтпаев қаласы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімінің өкілдері мен қала кәсіпкерлері қатысты. Ағымдағы жылдың сәуір айында ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев инвестициялық жобаға прокуратура қызметкерлерін бекітуді тапсырды. Бұл шешім Қазақстанның тұрақты даму үшін инвестициялардың өсіп келе жатқан маңыздылығы тұрғысынан қабылданды. Біз прокурорлар ретінде мұны біздің жауапкершілігіміз деп санаймыз және осындай маңызды іс-шараны жүзеге асыруға белсенді қатысу мүмкіндігін құптаймыз. Біз жобаларға қатысатын барлық тараптардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға қамтамасыз ету үшін заңдар мен нормаларды қатаң сақтауымыз керек. Кездесу барысында қаладағы іске асырылып жатқан инвестициялық жобалар бойынша ақпараттар беріліп, кәсіпкерлер тарапынан жүзеге асырылатын жобаларға қылмыстық қудалауды болдырмау, болған жағдайда көрсетілетін көмектер бар екені айтылды. Мақсат әрине дұрыс қой, инвест проекттерін жүзеге асыру, яғни кедергілерді болдырмау. Біздің мақсатымыз прокуратура органдары болсын, Атамекен кәсіпкерлік палатасы болсын. Күні кеше жолдауда да өзі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы өзі айтып өтті. Яғни қылмыстық қудалауды бірінші азайту керек кәсіпкерлердің. Сонымен қатар жағдай жасау керек. Мемлекеттік сатып алуда көптеген сұрақтар туындайды. Бізде проблемалық сұрақтардың көбісі осы мемлекеттік сатып алу аясында болып отыр. Сол аяда реестр недобросовестных дейді, сояққа кіріп кетіп, басқа да өзі жұмысын одан ары жүргізе алмай жатқан кәсіпкерлерімізді
баршылық. Сондықтан сіз болып біз болып әрине осы мәселелерді қарау керек деп ойлаймыз. Жалпы президент тапсырмасына сай бұл іске Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасын тарту қажеттілігі де айтылған. Сол себепті де алдағы уақытта екі тарап бірлесіп кедергілерді жоюға әрекет етпек. Бұл кездесуде жеке кәсіпкерлерде сөз алып туындаған мәселелерін шешіп беруге өтініштерін білдірді. Өз кезегінде қала прокуратурасы инвесторлар мен бизнес ортаның құқықтарын қорғауды қамтамасыз етуді, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністермен белсенді күресуді, елдегі іскерлік ахуалды нығайтуға, яғни жаңа инвесторларды тартуға ықпал ететін, сондай-ақ бұрыннан бар жобаларды қолдайтын және дамытатын жағдайлар жасайтындарын жеткізді. Алтынгүл Төлегенова, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. 5 қыркүйекте Қазақстан халқының тілдер күніне арналған 1000 бала мәдени ағартушылық жобасын өткізу аясында қазақтың біртуар тұлғасы Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдық мерейтойына арналған жалпы қазақстандық ашық диктант күні өткізілді. Диктант Мағжан Жұмабаев заманының заңғар тұлғасы тақырыбында өткізілді. Сәтбаевтың 100-ден астам тұрғыны Қазақстан халқының тілдер күніне арналған жалпыұлттық ашық диктантқа қатысты. Қатысушылар арасында оқу орындарының студенттері де бар. Технологиялық колледж өкілінің айтуынша диктантқа олардың 4 тобы қатысқан. 5 қыркүйек күні тілдер мерекесіне орай жалпы қазақстандық ашық диктант өткізілді. Диктантқа Қазақмыс корпорациясының технологиялық колледжінің 1-2 курс оқушылары белсене қатысты. Диктант Мағжан Жұмабаев заманның заңғар тұлғасы тақырыбында өткізілді. Диктантқа бұдан бөлек Сәтбаев индустриалдық колледжі мен денсаулық медициналық колледждерінің студенттері де қатысқанын айта кетейік. Жалпы бұл шараның мақсаты мемлекеттік тілдің Қазақстан халқын біріктіруші фактор ретінде қоғамдағы рөлін нығайту дейді ұйымдастырушылар. Алтынгүл Төлегенова, Айбек Өмірәлі, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Сәтбаев қаласының мұражайында Сәтбаев қаласының 50 жылдығы аясында тарих біздің асыл қазынамыз атты көрме өтті. Толығырақ тілші тарқатады. Көрмеге Жезқазған қаласының тарихи археологиялық музей қорында Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың құнды жәдігерлер топтамасы еңбегі мен өлкеміздің киелі жерлерінің көрінісі қойылды. Экскурсия бөлімінің басшысы Эльвира Мухамедина келушілерге Қаныш ағаның жеке заттары мен тарихи ескерткіштерін таныстырды. Деп аталатын минерал, сонау Қаныш Имантайұлы Сәтбаев өз қолымен сипаттамасын жазып, химиялық сипаттамасын жазған болатын. Кейін Мейіз Қанышқызы бұны археолог Кемал Акишевке тарту етеді. Ал Кемал Акишев өз кезегінде археолог Ермолаева Антонина Сергеевнаға тапсырады екен. Ал енді 2018 жылы Жезқазған музейінде музейлік кездесу болған кезде 70 жылдық мерейтой болды атақты археологымыздың. Ол кісіні Талдысай елді мекенін зерттеуші ғалым. Сол кісі осы минералды Қаныш атаның өзі еңбек еткен жеріне қайтып оралсын деп осы біздің музейге жәдігер ретінде ұсынған болатын. Осылай қолдан қолға өтіп, қайтадан Қаныш ағамыздың еңбек еткен жеріне оралған тарихы бар. Осындай бір құнды жәдігер гранат минералы. Көрменің басты мақсаты Қаныш Сәтбаевтың баға жетпес құнды жәдігерлерін қала тұрғындары мен қонақтарына насихаттау. Көрмеге Сәтбаев қаласының әкімінің орынбасары Айгүл Төлендина қатысып, көрме ұйымдастырушыларына алғысын білдірді. Сәтбаев қаласына мерейлі жылы 50 жылдығымызды сіздер келіп, біздің туымызды бірге көтерісіп, қуанышымызды бірге бөлісіп жатырсыздар. Соған үлкен өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Шынында мына қос қала бір-бірінсіз өмір сүрмейді ғой. Жаңа Қаныш Имантайұлы Сәтбаев туралы жақсы айтып жатырсыздар. Гүлназ Амангелдіқызы, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Хабарымыз жалғастырамыз. Қаламыздың құрметті азаматы Садық Асатовтың 90 жылдық мерейтойы аясында Сәтбаев қаласының 50 жылдығына орай ақыл ойды дамытатын спорт түрі шахматтан турнир ұйымдастырылды. Спорттық шараның басқасында болып қайтқан тілшіміз Гүлназ Амангелдіқызы тақырыпты толықтырсын. Турнир Қазақмыс корпорациясының ардагерлер кеңесінің ұйымдастыруымен өткізілді. Басты мақсат қаламыздың жасөспірімдерін осы спорт түріне баулу. Іс-шара Садық Асатовты еске алумен басталып, жас шахматшылардың ойынымен жалғасты. 55 жасында артында айшықты ізі қалды, айтулы сөзі қалды, том-том кітабы қалды. Мынау ен далада құмның ішінде Жәйрем деген кен байыту комбинаты қалды, Жәйрем деген қала қалды. 55 жасқа дейін соның бәрін істеп үлгеріп кетті.
Аталмыш іс-шарада Сәтпаев қаласының құрметті азаматы Садық Асатовтың туыстары мен әріптестері болды. Өз кезегінде олар ұлы тұлға жайлы әңгіме өрбетіп, оның өз заманында ақындық өнері бар екенінде тілге тиек етті. Өлең жырлары жұртшылыққа жақсы таныс. Ақынның Құштарлық, Сәлем де Кішітаудың сергіне, тағы басқа жыр жинақтары жарық көрген. Садық Қасымұлы менің аталас ағам болып келеді. Ол кісінің қарамағында Жайрем кен байыту комбинатында 10 жылдай бірге істедім. Ол кісінің жақсылығын көп көрдік. Ол кісі мына жастарға деген қамқоршылық істеді. Бізге үйреніңдер, біліңдер, жақсы мамандар керек деп 1982 жылы жолдастарың болса алып кел деп, мен Жұманов Өзденбай деген жолдасым, және Аманов Кеңгірбек деген 3 энергетик бардық. Осы үшеуміз 10 жылдай жұмыс істедік ол кісінің қарамағында. Ол кісі ақын жанды адам еді. Халыққа еңбек сіңгені сонша жалғыз еңбекпен ғана емес, ол кісі біздің поэзияны, кітаптарын шығарды, 4 кітабын шығарды. Сосын мына жерде шахмат деп отырғанымыз, біздің ол кісі шахматты жақсы көрді. Осы жастарға үлгі өнеге берді. Енді біз осы ұрпақтар сыбастығы деп, осы жарысты әрмен қарай жастар жалғастырсын деп, тек қана үлкен ардагерлер ғана емес, осы ардагердің балалары, немерелері қатысып, жарыстарымен қарай өткізіп жатырмыз. Садық Асатов 1933 жылы Ұлытау ауданы Сарлақ ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын Жезқазған кен металлургия комбинатының номер 51 шахтасында кен мастері болып бастаған. Кейін шахта бастығы, кеніш директоры, Жайрем кен байыту комбинатының бас директоры болды. Гүлназ Амангелдіқызы, Айбек Өмірәлі, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алда орай болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.